Around a time or two, and I know a lot of boys like you. Quick on the job. Барлығына сәлем. Бүгінгі видеода біз мынадай үлкен қар жасауды үйренетін боламыз. Ал ендеше кеттік. Ол үшін бізге А4 форматындағы қағаз, қайшы, пвам клей немесе скотч керек. Ең алдымен қағазымызды төрт бөлшектетіп қиып аламыз. Одан кейін тағы бір рет қайырамыз. Ал енді қағазды бұлайынан алып, үш бөлікке бөліп қиямыз. Осылай соңына дейін жеткізіп қиямыз. Ал енді оны ашамыз. Ашқаннан кейін екі жағын алып клеймен жапсырамыз. Неки. Ал енді арғы бетін аударып, келесі жағын дәл осылай жапсырамыз. Ал енді тағы да келесі жағын аударып жапсырамыз. Келесі жағын да дәл осылай жапсырамыз. Мінекей біздің қағазымыз дайын болды. Ал енді бізге бұндай қағаздан 6 жасау керек. Мінекей мен 6 штук істедім. Енді бұларды бір-біріне қосып жапсырамыз. Осылай барлығын бір-біріне қосып жапсырып шығамыз. Мінекей дайын болды. Ал енді мындай ашық қалған жерлерін бір-біріне қосып жапсырып шығамыз. Мінекей біздің қарымыз дайын болды. Видеоны сау каналға лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.